Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомның тақырыбы саумал болмақ. Саумал жаңа сауылған бие сүті. Одан қымыз ашытылады. Кейде суытып, қымыздың қорына қосылған сүтін саумал деп те атайды. Сүтті сауғанда қалай ыдысқа сауса шипалық қасиетін тез жояды. Саумалды қыш ыдысқа не болмаса ысталған қауаққа сауады. Тағы бір ескертетін жайт, саумалды бір ыдыстан келесі ыдысқа құйып мазалай бермейді. Саумалдың шипалы болуына қымыздың емдік қасиетіне жылқының жайылымы, жеген шөбі, ішкен суы мен ауасының да әсері бар. Саумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, қырық қатпаршақ, өт, бауыр, тоқшек қабынуының алдын алуда маңызы зор. Қан кеселіне тосқауыл, оның қан сүзгісі деп орында айтады. Ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді. Обыр клеткаларына тосқауыл болып, буын ауруларына пайда тиеді. Ғалымдардың пайымдауынша, саумал жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілу кезінде ас қорыту үрдісіне қатысатын ағзаларға үлкен жүктеме жасайды. Сондықтан дененің қалыпқа келу үрдісін жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, суық тию мен тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасын емдеуге болады. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар мол. Айта кетерлігі, мұндағы кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде кездеспейді. Саумалдың құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиыр сүтінен 7 есеге жоғары екен. Қазірде Европа ғалымдарының өзі саумалды емдік және диеталық өнім ретінде пайдалануға кеңес береді. Көптеген адамдар бие сүтін қалай қолдану керектігін біле бермейді. Негізінде саумалды күніне 5-6 рет тамақтану алдында 20-30 минут бұрын 250 мг-нан ішкен абзал. Ем осылай жалғаса берсе, бір аптадан кейін адамның көңіл күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, асқа деген тәбеті ашылады. Емделу уақыты 1 ай. Бие сүті сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде негізгі қасиеттерін жоғалтады. Мұны да біле жүрген жөн. Бірақ саумалды мұздату арқылы өмірін ұзартуға болады. Осылай еткенде табиғи өнім барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді өз бойында сақтайды. Бие сүті А, С, В1 дәрумендеріне бай. Оның минералдық қасиеттері 12 сағатқа дейін жойылмайды. Қысқасы, бие сүтінде адамның денсаулығына керекті барлық витаминдер бар. Әсіресе ол А және С витаминдеріне бай. Сонымен қатар В тобындағы Д, Е, Ф витаминдер болады. В тобына жататын барлық витаминдер организмнің қалыпты тіршілік етуі үшін қажет. Бие сүті өзінің құрамы бойынша ана сүтіне жақын тұрады. Осы ерекшелік жағынан және іс тәжірибе тұрғысында пайдалану үшін зор мәнге ие болды. Өйткені адамдар үшін сиыр сүтіне қарағанда жеңіл қорытылып, тез сіңіріледі. Бұны жас балалардың және ас қорыту жүйесі қызметі нашарлаған жанның тамақтануында қолдану жақсы нәтиже береді. Бие сүтінің шипалық қасиеті оның көптеген аурулардың алдын алуында, одан денсаулыққа керекті барлық дәрумендер жеткілікті. Бүгінде бие сүтін сатуды кәсіпке айналдырғандар да бар, дәрілік мақсатта да қолданылып жатыр. Қысқасын айтқанда, ғылымнан да жоғарғы түйсіктер болған, одан да жоғары танымы мен киені түсінген адана бабаларымыздың неше мың жылдық тәжірибесі біз ғана емес, күллі адамзат ағзасында генінде қалыптасқан дағдарысты жоятын, азайтатын жол осы саумал. Олай болса, қазақты экологиялық таза, табиғи өнімді тұтыну арқылы салауатты, салиқалы өмір салтын қалыптастыруға шақырамыз.